Бүгінгі сабақта растрлық суреттерді өңдеуді үйренеміз. Paint редакторында түрлі дайын фигуралар арқылы суреттер салуға болады. Фигураларды басты главная мәзіріндегі фигуры құралдар тақтасынан аламыз. Paint программасында қарапайым фигуралар 3 бұрыш, 4 бұрыш, дөңгелек және ерекше фигуралар бар. Кез келген фигураны салу үшін фигураны ерекшелеп аламыз. Одан кейін фигураның стилін өзгерту үшін фигуралар тобындағы контур батырмасымен фигурамызды салып алайық. Контур батырмасымен оның стилін таңдаймыз. Контурдың өлшемін өзгерту үшін қалыңдық батырмасын басып, өзіміздің таңдаған өлшемімізді шертеміз. Түстер тобынан түсті таңдау арқылы фигураны бояй аламыз. Түс 1 бұл негізгі түс, контурдың түсі. Түс 2 фонның түсі. Түс стилін өзгерту үшін фигуралар тобынан құйып бояу заливканы қолдануға болады. Немесе екінші түстің үстінен тышқанмен шертіп, мына жерде фигураның ішін бояйтын кез келген түсті таңдап қоя аламыз. Симметриялы суретті Paint редакторында салуға арналған құралдар бар. Олар кірістіру, қиып алу, көшіру, ерекшелеу, өлшемін өзгерту және бұру батырмалары. Ең алдымен суреттің бір бөлігін салып аламыз, немесе дайын суретті қою батырмасы арқылы қоямыз. Ол үшін экранымызды тазалап алайық. Салған фигурамызды ерекшелеп, Delete батырмасын басайық. Енді алмасу буферіне көшіріп алған суретімізді қою батырмасы арқылы қойып көрелік. Бұл құстың қанаты деп аталатын ою. Енді осы оюды прозрачное выделение, яғни мөлдір түспен ерекшелеуді қолданамыз. Көшіру және қою батырмасын басамыз. Біздерге екінші көшірмесі пайда болды. Енді осы суретті бұрайық. Ол үшін повернуть командасын таңдаймыз. Осының ішіне отразить по горизонтали таңдайық. «180 градусқа бұруды таңдап алып, фигураны алып келіп, бірінші фигурамыздың дәл астына қоямыз. Тағы да қою батырмасын шертеміз. Ашық түспен ерекшелеп аламыз. Және бұру командасын таңдап 90 градусқа бұруды таңдаймыз. Бұны тағы да көшіріп аламыз да вставить батырмасын басамыз. Және бұрынғы орналастырған фигурамыздың жанына келіп орналастырамыз. Енді мына тұрған фигураны ерекшелеп алып, аламыз да бұру батырмасына барып 180 градусқа бұруды таңдап, оны алып келіп симметриялымда орналастырамыз. Бізде оюдың симметриялы суреті шықты. Енді фигурамызды толықты ерекшелеп алып, оның орнын ауыстырайық. Ерекшелеп алғаннан кейін
мындай тіл сызыққа айналдырып, оның өлшемін кішірейтіп үлкейтуге де болады. Әрі қарай фигураның ізін қалдырып және ізін қалдырмай көшіруді өтейік. Ол үшін кез келген бір фигураны саламыз. Қалыңдығын белгілеп алайық. Контурын белгілейік. Және іші боялатын түсті белгілейік. Дөңгелек фигурамыз сызайық. Фигурамызды сызып болғаннан кейін оны ерекшелеп аламыз. Және пернетақтадан Ctrl пернесін басып отырып, тышқанның сол жақ батырмасын жібермей, оның орнын екінші орынға жылжытсақ, бізге сол фигураның көшірмесі шығады. Бұл ізін қалдырмай көшіру деп аталады. Енді ізін қалдырып қалай көшіреміз? Ол үшін фигурамызды ерекшелеп аламыз. Пернетақтадан Shift пернесін басып тұрып, тышқанның сол жақ батырмасымен жібермей кез келген бағытқа созамыз. Осы кезде фигураны ізін қалдырып көшіре аламыз. Растрлық графикада суреттерді салып өңдеумен қатар, мәтіндер енгізуге және қағазға басып шығаруға да болады. Мәтін жазу үшін құралдар тақтасындағы А мәтін батырмасын басамыз. Мәтін енгізетін жерімізге ерекшелеп қоямыз. Одан кейін қаріп түрін таңдаймыз. Әдетте біз Times New Roman'мен жазамыз. Одан кейін қаріптің өлшемін таңдаймыз және қаріптің жазу түсін таңдаймыз. Мысалы, құс қанаты деп жазайық. Енді тышқанның сол жақ батырмасымен кез келген жерге шертсек, біздің сөзіміз енгізілген жерде қалады. Салынған суреттерді қағазға басып шығару үшін файл, басып шығару батырмасын басамыз. Алдын ала суретті көру үшін предварительный просмотр, алдын ала қарауды басамыз. Біздің парақшамызға бұл сурет не осы күйінде шығады екен. Басып шығару үшін файл, печать және мына жерден печать командасын таңдаймыз. Сонда бізге печаттың диалог терезесі ашылады. Осы жерден біздер өзімізге принтерімізді таңдап, печать батырмасын басамыз. Біздің суретіміз қағазға басылып шығады. Ендеше сіздерге үйге тапсырма. Гүлдің суретін салып, оның суретін белгілеп, бірнеше көшірмесін жасап, гүлдерді әртүрлі түске бояп, түрлі бағыттарға бұрып, суретті өзгертіңіз. Суретті салып болғаннан кейін ОК дискіге жүктеңіз.